Сәлем қыздар, бүгін сіздерге өзімнің сүйікті пирогым, зебра пирогының рецептін ұсынбақшымын. Осы рецептпен сіздің пирогыңыз өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Ең алдымен шұңғыл ыдысқа 4 жұмыртқамызды саламыз. Үстінен қантымызды қосып, жақсылап ағарғанша миксерлейміз. Каналыма тіркеліп лайк қойды ұмытпаңыз. Әлі де талай рецепттермен бөлісемін. Ағарған соң үстіне қаймақ қосамыз. Менде 20%-дық дүкеннің қаймағы. Енді араластырып, үстінен ерген сары майымызды құямыз. Енді ұнды қосқан кезде екіге бөліп қосамыз. Мына біріншісін қостым. Енді үстінен ас содасын қосқаннан кейін ұнымыздың екінші бөлігін қосып, тағы да араластырамыз. Сонда біздің пирогымыз жақсылап көтеріледі. Енді шыққан массамызды 2 ыдысқа бөлеміз. Бір ыдысқа какаоны қосып, жақсылап араластырамыз. Менде 1 қасық жеткілікті болды. Егер түсі анық болмаса, онда 2 қасық қоссаңыз болады. Енді формочкамызды алып, біртіндеп саламыз. 2 түрлі қамырға 2 қасық қажет болады, түстері араласып кетпеу үшін. Енді осылай біртіндеп бірінен соң бірін қамырымыз біткенше салып шығамыз. Ағаш пашкамызбен ортасынан шетке қарай созып, оюларымызды созып шығамыз. Енді пирогымызды 170-180 градуста 45 минутта пісіріп аламыз. Пирогымыз өте әдемі болып көтерілді және өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Бұл рецепттің ерекшелігі, осыға дейін басқа да рецепттермен жасалған болатынмын. Бірақ осындай қаймақпен қосылғандай жұмсақ болып шықпапты. Сіздерге осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Әлі де талай рецепттермен бөлісемін.